Әрине, әркімнің өзінің туған жері өзіне ыстық. Соны 30-шы жылдары білесіңдер, жаңағыдай конфискация дейді, жаңағыдай конфисковать ету. Атамның, Тұрысбек атамның малының бәрін тартып алып, өзінің қайтаудың ортасына апарып атқан белгісіз. Әжем бесіктегі баласын алып, ар жағымыздағы бар Бақыттының қасында Шәуешек деген 18 шақырым жер. Сонда барып, жаным бағып күнелтеді. Сол бесіктегі баладан мен туып, сол бесікпенен мен бері қарай өтем. 62-ші жылдары. Сондағы бесіктегі балам көшіп жүрген кездерім. Негізі өскен өлкем ол Үржар ауданы. Шығыс Қазақстан облысы, Алакөлдің ар жағы, Тарбағатайдың бер жағы, ортасында бір үріп ауызға салғандай жер. Содан 8-ді бітіргеннен кейін Үржардан бер жағында 1 май деген ауыл. Сол кезде жаңағыдай 4-5 жасымда үпі-тәпіген ес білетін кезде қолымда төрде тұрған домбыраға ұсынсам керек. Апам көрші ауылдан, бір Южный деген ауылдан бір домбыраны әкеп, мойны жуан әрине. Магазиннің домбырасы. Сол уақыттарда бір кішкене науқастанып, салқын тиіп ауырсам керек жаңағы. Содан бас көтерген кезде, бас салып сол домбыраны ұстап, тыңқылдатып, естіген дүние әуендерді жаңағыдай салып көріп, содан бері қарай домбыра досым болып кетті. 7 түн жоқ әуенді көздеген соң, жүрегім жоқ нәрсеге шөлдеген соң. Домбыра саған айтам жан сырымды, құр тағдыр басқа ерік бермеген соң. Тәңірдің әуезінен қисындырып, күйтөктің күңірентіп, күрсіндіріп. Серігім сал домбыра сөйле тағы, күйімді сонау ғасыр жүрсін оғып. Осы уақытқа дейін Алаштың, қазақтың, біздің қазақтың батырларының жаңағыдай соны күйлеріме кейіпкер ретінде біразын жаздым десем болады. Сонау Тоныкөктің тұсынан Күлтөгіннен бері қарай. Ұлы дала деп, дарабоз деп, оларды қалай жазбасқа, осы елім деп, жерім деп, өздерінің қаныменен салық төлеп, ұрпақ үшін жаңағыдай қанша жерге қожа болып қалдырған. Бүгінгі сол жеріңнің тағдырына халық алаңдауменен өмір сүріп келе жатқан. Ол яғни өзінің болашағын іздеген халықтың тағдыры. Ұрпағының қамын ойлаған, ертеңін ойлаған. Сондықтан жаңағыдай шындық бәрібір шығатын дүние. Ертелі кеш. Міне бүгіндер біздер қанша жасасаң да Жолбарыс бабамыздың ескерткішін қойып отырмыз. Ол ертеңгі елге рух беретін, дух беретін жаңағыдай. Сондықтан біз батырларымызды, ақындарымызды, ұлы жазушыларымызды еш естен шығаруға болмайтын. Сонда ғана біз ел боламыз. Ең алғаш туындым, әнем солдат қатарына ілігіп, 6 ай хабарсыз кеткен кезде жаңағыдай бауырға деген сағыныштан туған сағыныш деген күйім болды.
Соңыра ол көңілімнен шықпады күй. Есейе келе оған, оның формасына, оның иірімінде болмысына, табиғатына кішкене таңырқап қарап, ай мына бәді шешілмеген жұмбақ екен ғой. Тағы да бір жыл хат жазбағанда мүмкін толығырақ болар ма еді деп, сонымен ол күйді тоқтатып қойып. Бірақ алғашқы қадамым жаңағыдай күйге деген. Одан кейін сол 20 жастың о жақ бұл жағында Аққу саз деген ән жаздым. Оны Мақпал Азия дауысында орындады. Мен сүйемелдедім жаңағы әнімді домбырада. Аға, сіз сүйемелдеп беріңізші, мен сіз құсап домбыраның жетік анандай, сіз құсап иірімдерін ала алмаймын деген соң сол Азия дауысын алып шыққанбыз. Соны 92 жылдары. Қарап отырсаңыз, мен оны әнді 80 жылдар басында естірткем. Одан кейін бір мүшел уақыттан кейін мен қайда жүрем, кухняда жүрем, сол әніңді ылғи аңылдап айтып жүруші едім. Соны айтайықшы деп, бір күні 2-ақ күн, 3-ақ күн қалғанда Азия дауысына мен соны шығарғым керек деп, халықаралық жаңағы фестивальға деп. Содан бір күн қарадық, екінші күні радио Қазақфильмге барып записін жаздық, үшінші күні медеуде жаңағыдай алғаш орындалуы сол әнімнің. Қай жерге барсам да сол Аққу сазы әнімді сұрап жатады. Мен қашқақтаймын, оны Мақпал орындайды. Мақпалдан асырып айтпағаннан кейін менің жазығым тек жазғандығын шығарып деп әйтеуір құтылып жатам. Сол бірінші тұңғыш. Одан кейін Қос жұлдызым деп ән жаздым. Әр уақытта айтам, қасіреттіден ғана қасиетті өнер туады деп. Бірақ бетін әрине қасіреттің аулақ қылсын. Ол сенің маңдайыңа жазған тағдыр, одан қашып құтылмас. Анар, жанар деген екі кішкентайым өмірден ерте 2 жасында тәтті кездерінде шетінеп кетті. Бірін көлік қақты, бірін көз тиді деп. Сол кезде жаңағы жаныңды қайда қоярға жер таппай, сыймай жер көкті сөйтіп жүрген кезде Қос жұлдызым деп ән жаздым. Содан аз уақыттан кейін адамның ішінде бір жұмбақ болып жаңағыдай дүние жатады, шешуін таба алмай жаңағыдай. Сол тұстарда ешкімді көргім келмейді, оңаша болғым келеді. Сонда Мәскеуге барып 12-ші дүниежүзілік жастар мен студенттердің фестивалі өтті. Сонда қаланың сыртында орман қалың. Әлемнен келген жаңағы жастар. Бірінің бірі тілін ұқпаса да музыкасын ұғады, сазынан ажыратады. Сол тұста аяқ астынан бір нөсір жаңбыр жауды. Бәріміз жан-жаққа бұтарап, бақсыны құмалағандай қаштық. Сонда бір осындай үлкен ағаштан салынған үй, екі жағы ашық, екі жақ қабырға жабық, 2-3-5-6 терезе болса керек. Сол бір жақ бұрышында тұрғам. Содан жаңбыр тамшылап жерге кішкентай бір көлшік пайда болып, сол көлшіктің үстіне кеп түскен тамшы маған ырғақ болып келді. Тәттім тәтірі тәттім 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 тәтірі тәттім. Ана іліп алу жаңағыдай. Соның кейін жаңағы жел қуалап әкеп жаңағы жаңбырды әкеп қабырғаға соғады. Қайта кетіп қалады. Қайтадан жаңағыдай ұрады. Енді бір жағына қарасаң, сәлден кейін жаңағы гүлдердің, шөптердің басын тербеген жел жаңағы. Тәйдірдім тәрәд, тірдім тәрәд, мысалы. Сосын таридададри таридым тадри тарарарарри таридаудари тарайдым тарарараудари тайдырдым. Құдай өзі сыбырлап тұрғандай, табиғат саған әкеп үндестіріп тұрғандай, ана ішіңдегі жұмбақтың шешімі сол жерден табылға түспекті. Сөйтіп көңіл толқыны дүниеге келеді. Алғашқыда оның бір этюд ретінде жаңағыдай
күй етеді деп. Одан кейін жаңағы толқындар, өмірдің толқыны жаңағы, көңілдің толқыны. Және доступны ат, көңіл толқыны. Толғау, раздумие мысалы. Оның артынан ақ жауын. Сол уақыттарда да, бүгінде де, ертеңде сол қоғамдағы қайшылықтың бәрін шіркін шайып кететін кешегі 86-ны көріп, басынан аяғынан куә болып, тек қолға түспегендігім болды, айыбым. Әйтпесе 5-6 жылды арқалап, мен де барып келермін. Содан ақ жауын деген күй жаздым. Жаңағы қоғамның қайшылығына, соның бәрін шайып кететін. Шіркін соны бүгін де үдетіп айтқым келеді. Ол халықтың тағдыры, адамның тағдыры, адамның халықтың болашағы. Бір елдің ауруы бүткіл адамзат баласын ауыртып жатыр. Қолына келетін шара жоқ, іс жоқ. Сөйтіп ақ жауын деп күй жаздым. Әрине, әжелеріміз айтатын, ақ жауын Алланың нұры деп. Мен оркестрдің атына ақ жауын қоюым. Қай жерге барсақ, көбіне гастрольдерде жауын жауады, ақ жауынмен барған. Шілде айында шықсақ, бірде Шымкентке бардық. Бәленбай уақыт жаңбыр жоқ. Созақ жағына бардық. Мал оттап шыға алмайды, жайылатын жер жоқ. Бәрін шаң басып кеткен жаңағы, құрғап. Сол уақытта жаңағыдай концерттен кейін бір жақсылап бір жаңбыр жауып бермеймін. Ауданның газетінде жаңағыдай ақ жауынның концертін емес, ақ жауынның келгеніне қуанып, газетке жазып, ақ жауын келіп еді, ақ жауын болды ауданымызда деп. Малымыз ғарық болды деп, жұрт соған қуанған секілді болып көрінді. Әрине қалжың аралас. Одан кейін Аруана деп күй жаздым. Алдында Шығыс жұлдызы деп қойдым. Сол тұстарды айтып отырмын. Бағанағы 5 күй деп күй жаздым. Ол менің бағанағы тағдырым. Оған ақын Ұлықбек Есдәулетов Саф деп өлең жазып, жаңағыдай. Енді Аруана ол Шыңғыс Айтматовтың Боранды бекет повесінің сондағы анамыздың желмаяға мініп, желіп бара жатқан белден бел асып бағанағы. Яғни бұл жерде өзінің болашағын іздеген халықтың тағдыры, ананың тағдыры, ертең ұрпағын бүгінде келді. Анаңды ажырата алмайтын халіңе жетті ғой қарғам. Аруана деп Шығыс жұлдыз деген күйімді, оны кімге түсіндіріп жатамын. Сондықтан Аруана деп қойған себебім сол еді. Сол уақыттарда Боздақ күйі, міне алдымызда бір айдан астам уақыт қалды. Желтоқсанға жазылған, бағана бастан аяқ өзім куә болған, сонда қыршын кеткен жаңағы ұлдар, қаншама қыздар жаңағы. Олар да ертеңін ойлап шырылдап шықты. Ол жанұясын емес, халықтың. Әлі күнге дейін жабулы қазан жабулы келе жатыр. Ертеме кешпе ол ноянның артын найзамен ашып көретін кез келеді, уақыт келеді. Бірақ кейінгі туған жастар білмейді ғой тарихымызды. Халықтың ол тағдырын түсінбейді. Сондықтан айта жүргеніміз жөн, әлі көреді оны. Тарих танытады, көрсетеді деп ойлаймын. Қандай жетістік? Сен композиторлық деген ол профессия емес. Сен не жаздың, сол халықтың игілігіне жарап жататын болса, мен соны жетістік деп ойлаймын. Сол үшін өміріңді соған арнайсың. Мысалы, сол жаңа көңіл толқыны қаншама жастарды әрбірден соң ол үлкен кіші деп алаламады күйім. Үлкендер тыңдаса да, кіші тыңдаса да, былай айтқанда бесіктегі бала да сол күйменен тербеліп, жұбанып жататын. Америкада, Лондонда оқып жүрген студент қазақтар, сол жақта семья құрған, осы сіздің күйіңіз десе елеңдеп, соны тыңдаса жылағанын қоя қояды деп. Әкелері, шешелері осы жақтан мендегі сол запись алып, сол жаққа жіберіп жатқан күндер аз болған жоқ.
сол көңіл толқынын Японияға барғанымызда күйдің тарихы жөнінде қысқа ғана, нұсқа ғана аннотация айтуым керексің. Енді бағанағыдай Мәскеуде болдым, ананың бәрін жырлап қайтем. Сол уақытта да тұрып айттым, көңіл толқыны Семей, Невада, Хиросима және Нагасакиге арналған дейді. Қасірет ана жерде тұнып тұрған. Менің жеке басымның қасіреті, адамзат баласының қасіретін айлану. Жыламаған жапон жоқ. Қайтадан сұрап сол көңіл толқын. Бұл күй аударманы қажет етпейтін. Көкірегінің көзі бар, құлағының саңылауы бар, сәулелі адамның ұғатын, тыңдайтын. Күйді 1000 адам тыңдайды, бір адам ұғады. Ол уақытта осыдан 17-18 жылдай бұрын естісем Ақжауын күйімді, мына телеарнадан ауа райы беріледі ғой, күнде бір 5-6 рет, 7 рет, 8 рет. Соның ішінде Ақжауын. Сол жергілікті жерде ауа райы қалай болатын түсінікті ғой енді. Соның фонында ар жағында Ақжауын тартылып жатады жаңағы. Әбден Қытайдың құлағына сіңген ана күй. Домбыра ұстап кетіп бара жатқан бір қазақты көрсе жабысатын көрінеді. Ақжауын деп айтпайды, ауа райын тартып берші деп. Ал енді ана жерде эфирде жазылмайды ғой Ақжауын деп. Ауа райын тартып берші деп сұрайтын көрінеді. Соңыра енді мынау енді қазір біріне-бірі мына сотка арқылы алмасып жатады ғой. Сонда таза қытайлар өзінше түсіндіріп қытайша айтады да, жаңағы Ақжауынды ойнайтын қайтесіз. Және кейбір қазақтардан анау артық тартады. Бірақ сенің тіліңді ұқпайды. Естіген құлақтың не жазығы бар? Сол жаңағы эфирден алған. Содан осыдан бір 7-8 жыл бұрын Қытайға барғанды, жаңағыдай үлкен сахнада Ақжауын орындайтын автор деп жұрт сілтедей тыңдады, тұнып қалды. Бастап келгенімде, өткен Қытай орнынан тұрып кетпесі бар ма? Автор деп жаңағы. Бұлар қайдан біледі деп қайран қалсам, сөйтсем жаңағы эфир арқылы құлағына сіңген. Сөйтіп жаңағы жастар, ата-аналары сол күйді жақсы көреді, әкесі, шешесі, болмаса әжесі, апасы, немересін, баласын жетектеп мектепке алып барып, осы күйді үйренесің деген сияқты. Одан балалар жаңағыдай күйді оны үйренейін деп аздан кейін жаңағыдай оған ұмтылса мұғалімдер, оған әлі ерте. Оған сенің техникаң жетпейді, өсуің керек, ана күйге жол атпайды. Бірақ түбі бала үйренеді ғой. Ұстазынан болмаса өзгеден алып. Естіп үйренеді. 40 шақты күй мектепте жүргенде, колледжде бола ма? Үйренген күйдің ішінде ең аяғында 40 күйді ұмытып қалады да, көңіл толқынмен Ақжауынды ұмытпайды. Не себеп, не құдірет, мен білмеймін мысалы. Ол менің емес, ол күйдің құдіреті болса керек. Жұматай Жақыпбаев деген осы Талдықорғанның мына Қарасудың, Қараталдың қасында, жағасында, Сарноқайда өмір кешкен ұлы ақын Жұматай былтыр 75-ке келу керек еді. 44-45 жасында қайтыс болды. 50-ге келген ақын бақытты деуші еді. Қарап отырсаңыз, Қасымда, Төлегенде, Кеңшілікте, Мұқағалида ешқайсысы 45-тен аспаған екен. Бір күлермін ғарыш жаққа кетерде қай бетімен көп кешеге кектенем. Бізге бақыттың, бізге өлімнің қол сірә жетер ме? Мұқағали Төлегенге жетпегенді. Біз ақынымызды, өнер адамдарын кереметте қадірледі деп айта алмаймын. Бұл сезімнің адамы, ақынның құлағы өзінен 40 күн бұрын туады деген бекер емес. Қоғамның қайшылықтарын ерте көретін, соны ойлаумен езіліп өмірін өткізетін, әділетсіздік үшін шындықтың бетіне, шыңына шыға алмай, 40 суменен жаңағыдай
бұл қоғамнан көретін, еститін ештеңе қалмағаннан кейін озат өмірден, күйіктен. Қазір өнер адамдарына қазір қарап отырсаңыз, тіпті консерваторияны бітіріп, қайта басқа оқып жатқан, басқа оқуды оқып, бітіріп жатқандар қаншама. Қайыры жоқ жаңағыдай. Бір уақыттарда, мысалы, консерваторияны бітіргеннің алдында жарты жыл, бір жыл бұрын сол өнер адамдарының ішінен қай аспапта ойнайсың, соған құда түсіп келіп, жаңағы облысқа шақырып, алдымен жатақханың болады, артынан пәтерің болады, мынандай жалақың деп жаңағыдай. Сөйтіп келіп, ректорға хат жазып, қазір одан мүлде. Табақтай қолыңа дипломыңды береді, қайда барасың, базарға барасың ба, сенің тағдырың. Бұл мәдениет министрлігіне де, өзгеге де көк тиын сенің құның. Ал қазіргі алып отырған айлықтарыңыз қараңыз. Қаншама 56 коллектив бар дегенде, мәдениет министрлігіне қарайтын. Театрлардың тағдырын қараңыз. Оркестрлардың тағдырын қараңыз. Бір жаңартатын репертуары жоқ. Жауыр болған, тізе шыққан 40 жыл дүниемен келе жатырмыз. Неге? Жаңа дүние жазылмайды. Неге? Оған қаржы бөлінбейді. Кім жазады саған? 30 жыл әдебиетің не болды? 30 жыл гонорар алып келдім ақындар, жазушылар. 25 том шығарған ол жастың өзі. Өзгені былай қойып. Міне рухани жаңғыруыңыз сіздің. Жеті қараңыз сіздің. Жеттен. Ойды ортаға салғаннан зиян көрмейміз. Ол айтылмаса сол өкініш жан. Қаншама керемет музыканттар. Ана Димашты қарашы өзің. Соны бұл өзіміз көрдік пе, өзіміз естіп, өзіміз таныдық па? Қайда, қырда, Қытай танығаннан кейін бүткіл адамзат баласы. Бүткіл адамзат баласы сол қазақтың тіліне құштар. Тілін үйреніп жатыр. Ешкім зорлаған жоқ. Димаштың әнін ұғу үшін соған. Мақсат. Ал біз міне жерде жүріп жаңағыдай, өз тіліңе өзің жаңағыдай қорланып, соған миллиардтап ақша бөліп жаңағыдай. Одан да түк шығып жатқан жоқ. Бұл ардан келе жатқан дерт еді ғой. Сонау жылдары есіңде болса, 80 жылдың ар жақтарында университетке, институтқа оқуға түсу үшін алдыменен орысша. 5 жыл орысша оқисың. Сонда қазақтың таланттары жаңағы айналасы бір 6 айдың ішінде жаңағыдай орыстың тілін өзіне оқытуды, үйретуді. Сол дәрежеге дейін жеткен. Өзгелер неғып қазақтың тілін дәл солай меңгермейді, солай. Оған біз өзіміз кінәліміз. Сол жайылып кеткен ана тамырды енді қайтып сен оның түбірінен балтыр шаба аласың. Енді ұрпағы солай келе жатыр. Бүршік атып жаңағыдай. Олар да сол ортада. Әкем айтатын, айтулы атты есектің қазығына байласаң, ол да қазыққа отырып үйренеді. Жұмсартып айтып отырған. Бұл енді уақыттың эстрадада бір бәрін ессіз деп қарауға болмайды. Мен қарсы болғам. Кей тұстарда проиграл, блестящий проиграл. Олар жеңді деп. Бірақ ол уақытша. Есті дүниені эстрадаға сала алатын болсаң егерде, әдемі бояуларменен жеткізе алатын болсаң, бар ғой адайлар тартып жүр қандай кейбір күйлерді қарап. Біреу, екеу, қадау-қадау бір санаулы. Бәрі емес қой, қалғанның бәрін. Тәттімбеттің үйден ең бар, Құрманғазының қанша күйлерінде, Тілендиевтің тағысындағы. Олар тірлік көсе төбеңді ойар еді ғой. Өзің жаз, не істесең оны істе. Ал енді халықтың дүниесін тәлкекке айландыруға мен мүлде қарсымын. Сенің өз дүниең болатын болса, өзің білесің. Ал өзге дүниені жасау үшін адам қорқып бару керек, үркіп бару керек. Көбі жаңа күн көрудің амалында эстрадаға салып, той-томалаққа жаңағыдай, ол бірмен сахнаға шығып керемет танытайын көрсетейін демейді. Өзін танытуменен өнерді емес.
Қазіргі жастар жақсы, әлде қайда техникалар өсті, бұрынғыдай емес, әлде қайда қазіргі уақыттың талабына қарай жақсы өсті. Бірақ күйдің табиғатын, болмысын білу, оған баланың қатысы жоқ. Бала бірақ өзі іздену керек, сұрау керек. Ол ұстаздың кінәсі. Ол күйдің тарихын айтып, ондағы иірімдер, ана дыбыстармен қалай жұмыс істеу, жаңағы дыбыстың тербелісін, ырғақтың, саусақтың, қандай жұмсақтықтың, қазір тек техникамен кеше 3,5 минут, 4 минут жүретін күйіңді 1,5 минутта бітіреді қазір. Сонда не қадір, не қасиет қалды жаңағы күйде. Көзіңді ашып жұмғанша бір бәйгеге қосқан ат сияқты. Әсері жоқ, жүрегіңе бір жылдық әкеле алатын. Сондай бояуды көрмейсің жаңағы. Одан кейін біріне бір еліктеу. Неғұрлым жылдам ойнаса, мен солғұрлым тәуірмін деп ойлайтын болдым. Ана дыбысқа мән бермейді. Баяғыда Нұрғиса ағам айтушы еді, Секен ау, мен халықтың дүниесіне мен мынандай ақ қуып жасап едім. Мынаулар торғайға айландырып жіберді дейді. Бұдан арты саған не айтуға болады? Қазір біздің тағдырымыз, күйдің тағдыры осы жан. Қазақтың өнерін асқақтатып, әдебиетін асқақтатып, ұрпақты осы жаман індеттен аман сақтап, солардың көзін ашып, болашағын, мен бір жаман немерем айтатын еді. Ата, сіздердің жастықтарыңыз, жастық шақтарыңыз қандай бақытты болып өтті. Біздің уақытта, біздің жастық шағымызды қараңызшы, үйде қамалып, онлайнмен отырғанымызды. Осыдан не айтуға болады? Адамның арманы өлгенше аяқталмайды. Жаңағы досым Ұлықбектің бір өлеңі менің бір толғауыма жазған. Ертеме кеш пе, бәрі де аяқталады, аяқталады қайғың мен қасіреттерің. Жалғаннан қашан көңілің тоят табады, өз ғұмырың ғой есепсіз шашу еткен. Аяқталады, бәрі де ертеме кеш пе. Бүгінгі көрген қызық та аяқталады. Бақытқа жету дегенің ертең емес пе, уақыттың қорғыр тықылдап, таяп қалады. Ертеме кеш пе, бәрі де тәмамдалады. Сүйсең де мейлің, ғашық боп, сүймесең мейлің. Алдамшы мынау дүниенің адам қонағы, қонақта болса өмірді билесем дейді. Тағдырына өзінің адам еркелемес пе, бірақ та тағдыр пендесін аяп қалмайды. Аяқталады, бәрі де ертеме кеш пе, арманың ғана ешқашан аяқталмайды. Адамның аяқталмайды арманы. Шіркінай ананы деген сияқылды. Сол арман аяқталмасын айналайық. Ізденісте болайық, балаларымыз, ұрпағымыз білімді болсын, жалықпасын, уақытын тек көтірмесін. Жаңағы карантины бар, басқасы бар жаңағыдай. Онымен ойын, уақытын соған жібермес екен деп, тек білімге ғана жұмыс екен деп. Содан кейін адам бір-біріне жылы қабақ танытып жүрсе екен. Үлкен бе, кіші ме. Қазір бір көңілі тоқ адам көрмейсің. Сол күпті нәрседен, жаңағы лас нәрседен, жаманнан жаныңды аулақ ұста. Әр күніңменен күресіп, әдемі мазмұнды күй секілді өмір кешсе деп тілеймін.